Құрметті оқушылар, бүгін 8 сыныптың 3 тоқсандағы жазылатын нөмірі 2 БЖБ жұмыстарын қарастыратын боламыз. Тұрақты электр тоғына байланысты. Бұл тарауда біз электр тоғы, тоқ күші, Ом заңдарын қарастырғанбыз, электр тізбегін қарастырғанбыз. Сол бойынша мынандай тапсырмаларды орындайтын боламыз. Тапсырма бірінші: электр тізбегі элементтерінің шартты белгілерін сызып көрсету керек. Бізге берілгені galvani элементі, өткізгіш сым, қыздыру шамы, кедергі, кілт, вольтметр, амперметрлер көрсетілген. Енді осылардың шартты белгілерін жанына сызып көрсететін боламыз. Екінші тапсырмамызда суретте электр тізбегінің сұлбасы көрсетілген. Сұлбада А, Е, К, Л, З әріптермен белгіленген электр тізбегінің элементтерінің атауын анықтау керек. Мұндағы Е тоқ көзі, демек бұл аккумулятор, К кілт, А чам болып табылады, З қоңырау болып табылады. Бесінші тапсырмамызда сұлбадағы бағыттағыштар қандай шаманы бағытын көрсетіп тұр. Бұл И электр тоғының бағытын көрсетуде. С шындығындағы тізбектегі зарядтардың қозғалыс бағыты. Электр тоғының қозғалыс бағыты, тоқтың бағыты оң полюстен теріс полюске қарай бағытталады. Балалар, аккумуляторда плюс минус деген электр екі полюсі бар, білесіңдер. Сондағы оңнан теріске қарай бағытталады. Үшінші: кернеу 120 вольт электр тізбегінің кедергілері 12 Ом, 9 Ом және 3 Ом 3 резистор тізбекте жалғанған электр тізбегіндегі тоқ күшін есептеу керек. Берілген жаздық. У тең болады 120 вольт, R1 12 Ом, R2 9 Ом, R3 Ом. Жалпы тоқтың күшін табу керек. Ом заңы бойынша тоқ күшін табу үшін Уды Рға бөлеміз балалар. Сондағы ерді жалпы кедергіні тапқанда R1, R2, R3-ті қосатын боламыз. Демек 12, 9 қосылған 3-ті қоссақ 24 Ом болады. Сондағы 120 вольтты 24 Омға бөлемін, жауабы 5 ампер тоқ күші шығатын болады. Әр резистордағы кернеуді есептеу керек. U1 табу үшін Иді R1-ға, U2-ні табу үшін Иді R2-ге көбейтеміз, U3-ті табу үшін Иді R3-ге көбейтеміз. Сонда U1-іміз 5-ті 12-ге көбейтсем 60 вольт, U2 5-ті 9-ға көбейтсем 45 вольт, U3-ті 5-ті 3-ге көбейтсем 15 вольт болады. Сөйтіп, әр резистордағы кернеу осындай мәнге ие болады. Тізбектегі қосылған кезде әр өткізгіштің бойындағы кернеу әр түрлі болады балалар. Төртінші: мынадай құрал жабдықтар берілген. Амперметр, резистор, вольтметр, кілт, өткізгіш сымдар берілген. А. Берілген құралдардың шартты белгілерін пайдалана отырып, екі резистордағы тізбекті резисторларды тізбекте жалғаудың сұлбасын сызу керек. R1 менен R2 бізде тізбекте қосылды. Әр өткізгіштің бойындағы кернеулерді оларға параллель қосамыз. 2 вольтметр берілді. Ал бір ғана амперметр алуға болады, өйткені R1 мен R2-нің бойындағы тоқ күштер бірдей болады. Сызбасын сыздық, кілт алдық және тоқ көзі аккумулятор алдық. Б. Берілген құралдардың шартты белгілерін пайдалана отырып, екі резисторда параллель жалғауының сұлбасын сызу керек. Айталық, R1 менен R2 бізде параллель жалғанған. Параллель жалғанған кезде кернеулер тең болғандықтан бір ғана вольтметр алдық. Ал R1-дің бойындағы тоқ күшін табу үшін амперметрді R1-дің қасына жалғайтын болдық. Екі резисторды параллель жалғаудың сұлбасын көрсеттік балалар. Ал вольтметр әрбір өткізгішке бұлар параллель қосылады, ал амперметр тізбектей қосылатын болады. Үшінші: суретте тоқ көзі, амперметр, электр шамы, кілт және вольтметрден тұратын электр тізбегі көрсетілген. Суретте көріп отырсаңдар, В әріпімен берілгені вольтметр, А әріпімен берілген амперметр, кілт, тоқ көзі берілген және чам жанып тұр балалар. Чамның бойыменен электр тоғы жүріп тұр деген сөз.
Ал чамга амперметр тизбекте жалганады, вольтметр параллель жалганатын болот. Енді табу керек осы екінші суреттегі бойынша А амперметр шкаласының бөлік құнын анықтау керек. Бөлік құнын анықтау үшін амперметрдегі кез келген екі санның айырмасын табамыз. Мысалы 2-ден 0-ді азайтатын болсам 2 болады. Оны сондағы бөлік құны I1 тең болады 0,2 ампер. Вольтметр шкаласының бөлік құны U1 1 вольтқа тең болады. Ал С электр шамының кедергісінің мәнін есептейміз. I тең болады 0,8 ампер, кернеу 3 вольт кедергіні анықтау керек. Ом заңы бойынша I тең болады U бөлінген R формуласын аламыз. Мұндағы R-ді анықтаған кезде U-ды I-ға бөлдік. 3,75 омға тең болды. Дысыншы тапсырмада 30 минут бойы жанып тұрған электр шамы қанша энергия жұмсайтындығын анықтау керек. 30 минут, минутты 60-қа көбейтсем 1800 секунд. Жылу мөлшерін табу үшін I квадрат RT Джоуль Ленц заңын қолданамыз. I-дің квадраты 0,18-ді квадраттаймыз. Оны кедергі 3,75-ке көбейтіп 1800-ге көбейтеміз. Сондағы жылу мөлшері электр қанша энергия жұмсайды? 4320 джоульға тең жылу мөлшерін жұмсайтын болады. Жалпы балы 13 балға тең болған. Осы жұмыстарды орындайтын болсаңдар, балалар, жалпы сендер электр тоғы, электр тізбегі, ом заңдары тақырыптарын жақсы меңгерген болып табыласыңдар. Бұнда аса назар аударатын ток күші қалай әріппен белгіленеді? I әріпіменен өлшем бірлігі ампер, кернеу U әріпімен белгіленеді.